Так, достар, көбісіңіз арнаға тіркелмей көреді екенсіздер осы жобаны. Мен бұны дұрыс емес деп ойлаймын өз басым. 96%-дан астамы тіркелмей көреді екен. Бізде шығып тұрады ғой ютубтан. Не сұмдық бұл? Тіркеліңіздер каналға. Жаңағы тіркелу деген басыңыздар, қоңырау шағын басыңыздар, лайк, жаңағы не бар, соның бәрін жасаңыздар. Әйтпесе болмайды бұлай жүре беруге. Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл Талғатпен сұхбат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Азия дауысы, Жасқанат, Айгөлек, Русский, Медвежонок байқауларының жеңімпазы, елімізге танымал Сейфуллин Жолбарыс қонақта. Қош келдік. Мынаны енді қайсысына отырам? Кез келгеніне отыра беріңіз, сізге ыңғайлап. Негізі мынау да ыңғайлы, енді бірақ сенімен қатар отырайын мен. Болды, аға, жақсы. Отыра беріңіз. Сіздік емес пе, аға? Көрейін. Менікі емес екен. Сіздік емес пе? Менікі емес. Точно сіздік емес, е? Жоқ. Менікі бұдан да кішкентай. Бүгін бізде кішігірім қонақпен кішігірім сұхбат болады. Жалпы жақында 30 жылдық концертіңізді бердіңіз. Бірақ негізі сахнада жүргеніме 32 жыл болды. Округлять етіп 30 жыл деп айттым деп айтыпсыз. Иә. Округлять еткенде 35 жыл деп айта салмадыңыз ба? Бәрі округлять еткесін. 35 жыл деп режиссер айтты негізі, 35 жыл қыла салайықта деп. Сол мен айттым, 35-ті бір 40 жыл болған кезде айтайықта дедім. Сіз артпен Жақсы көрем. Иә, артқа қарай. 60 жылдықта берсе 55 жылдық. Сізді өнердегі әріптестеріңіз мынау Сейфуллин жүрген жер өзі көңілді болады деп айтады екен. Сізге енді әзілдеседі көбінесе сізбен, енді сол бойыңызға тиіседі ғой енді. Түсініп тұрған шығарсыз енді. Бойыңызбен әзілдеседі деген оған былай ренжімейсіз ба негізі? Енді бойыма сахнаға сол бастағандан басы 30 жыл бойы айтып келе жатыр ғой бойым туралы. 32 жыл. 32 жыл, иә. Бірақ енді мектептен келетқан бой ғой бұл. Мектепте де осындай болдыңыз ба? Мектепте де осындай болдым. Физкультура сабағында ең соңында тұрам. Барлық жерде. Гитарасы өзінен дәу деп мектептен басталған. Мен ойымша ол енді адамды кемсіту деп санаймын мен. Ол дұрыс емес секілді. Мен ойымша ренжіп қалу керек деп ойлаймын сізге. Олай дұрыс емес деп ойлаймын. Ренжігенде пайда жоқ қой. Бәрі осы оймен жүрем. Негізі мен сізді өзім бұрыннан көрем. Өнеріңізді бұрыннан осындай кезден бастап. Сізді осындай кезден бастап көрем деген. Мен әлі осындаймын, сен өсіп кетіпсің. Көп ойланады екенсің, бауырым. Жалпы аға өнерлісіз өзіңіз. Түрлі инструментте ойнайды екенсіз. Иә. Гитара, жаңағы домбыра, укулеле, виолончель, барабан, флейта, бас-гитара. Иә. Гитара, бас-гитара екеуі. Екі түрлі. Иә. Просто бас қосып екі түрлі қол жерде. Жоқ, бас-гитара ол басқа. Сол 6 струналы гитара, бас-гитара 4 струналы болады, бірақ мен былай айтам.
мен көп инструментте өте нашар ойнаймын. Оны әзіл деп айтып тұрсыз ғой енді, Өзімше әзілдеп иә? тұр. Иә. Бірақ әйтеуір біліп тұрсыз ғой өзіңіз күлкілі емес екенін былай. Әйтпесе ондайлар көп. Өзі әзіл айтады да, күлкілі деп ойлап айта береді да, соны Иә. айтып отқаным. Или 30 жыл бұрынғы әзілін айтады да, биыл 32 күлкілі, 32 жыл бұрынғы әзілін айтып, биыл күлкілі деп ойлай ма? Дұрыс айтасыз аға. Мен сол таңғаламын, сіз сонша инструментте қалай оны үйреніп алдыңыз, мынандай кішкентай саусақтарыңызбен қалай үйреніп алдыңыз деп таңғаламын соны. Енді саусақтарым қатты кішкентай емес енді. Болады. 91-ның кастингіне қатысты деген рас па? 91-ның кастингіне? Ерболат Беделхан 91-ға кастинг жасағанда сол кезде болыпты дейді ғой сізде. Жоқ, 91-ға. Ондай болған. Ондай. Редакторлар қателескен шығар. Ондай ешқашан болған емес. Жалпы сіз елге композитор болып танылған екенсіз. Иә. Түрлі мықты әншілерге, Бақыт Шадаева, Роза Рымбаева сынды мықты әншілерге композитор болыпсыз. Ән жаздым. Ән жазып. Сол ән миыңызға қайдан келеді ол ән? Мен соны түсінбеймін ондай. Сол процесс қызық та маған. Ән осылай. Мысалы қазір бір ән келмей ме? Көрсек қазір. Осы отырысымыздың Қазір келіп жатыр, иә? қазір келіп жатыр, иә. Екеуміздің осы отырысымыздың бейнесін айтып беріп жатырмын қазір. Қалай дедіңіз? Ла 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 ла. Хит болайын деп тұр. Бірақ маған ұнамай тұр анау жер. Ла 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 деген жер ма? Иә, вот. Банальный болып кетіп тұр да ол жер енді. Оқып қоясың да не болатын. Ары қарай Иә. естіліп тұр ма? Қай жаққа келе Ла ла жатқаны? дегенде ла ла болатын біліп тұрасың. Соны ла 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 лау деп Деу лақтырып керек та? жіберу керек та, иә. Оқымайсың да? Банальный емес. Ла 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 лау. Мықты білгіш екенсің ғой. Бір-екі сабақ алу керек ау деймін сенен. Жоқ, мен енді уақыт жағынан былай келіссек болады негізі. Уақытпен қиын да менде. Жарайды. Көбінесе. Хабарласамыз. 93 жылы 1993 жылы Жас қанат байқауында мықты композитор деген жеңіп алыпсыз. Сол кезде Роза Рымбаеваның көзіне түсіп, ол сізге келіп, маған ән жазып берші деп айтыпты. Соны жазып беріп, соның ақшасын алдыңыз ба? Жоқ, ол кезде ән сату деген ондай не жоқ. Тегіннен тегін кетіп қалды ма сонда? Тегіннен тегін кетіп қалды емес, енді Роза енді ақша болды ғой деген ғой енді. жоқ, Роза айтса, соның өзі керемет болып тұр ғой маған. Розаның көзі түсіп қалғанның себебі екеуміздің бойымыз бірдей ғой, маған көзі түсіп кеткен ғой. Былай кеп тұр деп. Иә, былай екеуміз кеп тұрғанбыз ғой, мені көріп қалған ғой, ана өзге композиторлар көрінбей қалған. Сәке, енді мынау қазір қоя тұршы. Мені ешкім тоқтатпайтын еді негізі. Жарайды, мақұл. Телефоныңыз ба? Иә. Жалпы айфон сізде қандай? Мини ма? Енді сіздің атыңыз ерекше, өзіңіз де білесіз, Сейфуллин Жолбарыс. Көбісі шатастырады әлі күнге дейін. Иә. Сейфуллин Жолбарысты көбінесе Берік деп шатастырады екен. Әртүрлі. Бейбарыс деп айтады. Бейбарыс? Иә. Арыстан дейді. Арыстан. Жеңіс дейтіндер бар, білмеймін, ешқандай қатысы жоқ. Жеңіс аға қалайсыз деді. Келеді ғой Жеңіс деген. Сейфуллин Жолбарыста бір-ақ жы бар ғой, соған деп ойлайсың ғой. Жоқ, міне С бар, Жолбарыста Ж бар деген ғой. Иә, сөйтіп айтқан шығар онда. Жоқ, келеді деген Жеңіс дейді арасында. Енді мынау менің әріптестерім бар өзі, интервью алатын басқа да. Артымнан еріп келе жатқан
мынау Жылқышыбай деген бауырым. Сол өзінің келген қонақтарына жаңағыдай бір өнім береді. Жаңағыдай түнімен шабасың деген сияқты. Иә. Түнімен ұйықтамайсың, осыны ішсең шабасың, түнімен Иә. ат боласың деп. Мен оған келіспеймін. Иә, адам түнде ұйықтау керек деп ойлаймын. Сол сізге сыйлығым. Мынау енді түнде керісінше жақсы ұйықтау үшін осы бір өнім. Сізге әсіресе көбірек ұйықтау керек деп ойлаймын, өйткені медицинада білесіз, ұйықтаған кезде адамның бойы өседі деген. Бар қағида. Иә, бар. Иә, сәбіз жесең өседі деген. Иә, ол да бар. Біреуі болған жоқ. Болған жоқ, иә? Сәбіз кішкентайымнан жедім. Сосын әскерге барғанда турникте асылып тұр деді. Біреуі болған жоқ. Рахмет. Иә, осыны көріңіз, осы көмектеседі деп ойлаймын. Тағы бір сыйлық. Мынау енді өзіңізге. Тигр. Тигрға тигр дегендей ғой. Иә. Елімізде жалпы өзіңіз 2019-ға дейін жалғыз тигр болып келдіңіз ғой енді. 2019-да жаңа тигр келді бізге, білесіз. Иә. Бірінші орында қазір сол кісі. Былай ішіңіз күйген жоқ па, қалай ойлайсыз енді ол кісі? Орныңызды алып қойды дегендей. Серік Аббасшақ деген ағамыз инстаграмасына салып қойыпты. Біздің президенттің столда отырған суреті. Сосын бүйтіп, үлкейтіп, инстаграмды көрсем, төбесінде менің суретімді қойып қойыпты. Салыстырып. Тигр. Тигр. Быр. Энергетик ішесіз ба? Жоқ. Энергетик бере ма деген бұл сізге магазинде. Энергетик. Ішпейді екенмін, энергетик. Білмеймін, ұнамайды. Удостоверение сұрамай ма сізден магазинде бір андай. Энергетик бірдеңе алған кезде деген бұл. Сұрақтан қызық екен. Бір сұхбатыңызда Алматыға арман қуып келгенімде менде дым болған жоқ депсіз. Ештеңе болған жоқ. Жалғыз мен емес, бәрінде дым болған жоқ қой. Менде болды. Сендер енді бер жақта тудыңдар ғой, бәрі бар кезде. Менде біраз нәрсе болды ғой. Біздің поколение, ол 90-шы жылдарда ешкімде ештеңе болған жоқ. Бір өзім деп айтпаймын, себебі бәрінде бірдей болды. Сол ештеңе болған жоқ, бірақ жан жағымда мені байқап, біреу гитара берді депсіз. Иә. Біреу үй берді депсіз. Ондай болды, иә. Концерт ұйымдастырды депсіз. Ол бәрі болды. Бейшара болып көрінгенсіз ба, или қалай оны неғып бере берген деген осы бәрі? Енді бейшара болып көрінген жоқпын ғой, бірақ өнерім ұнаған шығар сол берген адамдарға. Өнерден ба? Өнерден ғой. Бойы кішкентай екен мынаң деп бермеген шығар. Содан ба деп ойладым мен. Мүмкін ол да бар. Олай да жаны ашыған шығар. Әскерде мен сол бойы кішкентай деп ұрмайтын тұғын көбісі. Ұрғанда шығар, просто бүйтіп төбесінен өтіп кетіп, может. Бәрін ұрады, жаңағы. Төбесінен өтіп кеткендер де болды, бірақ ұрады, бірақ ұрып атқан кезде үлкен деттер айтады, анан қатты ұрмаңдар дейді. Төбесінен өтіп кеткен кездер болды. Қазір ешкім ұрмайды? Жоқ, қазір ешкім. Қазір де жаны ашитын шығар. Қазір бұлай алып бермей ма сізге еш нәрсе біреу? Жоқ, мен осы 30 жылдық концертімді істеп беріп тұр ғой. Атың кім еді сенің? Талғат. Талғат, сенің сұрақтарың біртүрлі екен. Неге? Қай жерге келгенімді түсінбей отырмын. Не сұрақ, не әңгіме? Сұхбат өте жақсы жүріп жатыр деп ойлаймын. Қанша уақыт болатын еді негізі мына хабарларың? Асық сен кішкене. Сен көп ойланады екенсің, тез-тез ойланып, тез-тез қойсаң. Мен өзім шыдамсыз адамды шыдаймай баратырмын сен сұрақ қойғаныңша. Мен де шыдамсызбын негізі. Негізі шыдамсызсың ба? Негізі шыдамсызбын. Ашуым жаман мен негізі.
бәрі ішіңде ау деймін, сенің ішіңде бүйтіп атады. Сыртқа шықпайды ау деймін. Сыртқа шығарсам қиын болып қалады да, ол шықпай ақ қойсын аға, негізі керек емес. Менікі де шықпай ақ қойсын. Иә. Аға, әлі де бір шықпаған әндеріңіз бар шығар, өзіңіз шығарған. Иә, жаңа әндерім бар. Мысалы бір әнді бір қайырмасын орындап берсеңіз, кішігірім жерін, қандай жер? Өмірімнің мәні сен, көңілімнің сәні сен. Өмірімнің мәні сен, Көңілімнің сәні сен. сәні сен, иә. Енді шыны керек, ұнамады негізі маған. Неге? Мелодиясы былай, білмеймін енді. Ұнап тұрған жоқ. Басқаша қылсам, может, ұнайтын шығар деген ғой. Бұл әлі шыққан жоқ, иә? Мен түсінген жоқпын сендерді. Түсінбей отырмын әлі. Не сұрақ бұл? Не әңгіме? Сахнада осыншама жыл жүріп, әкеңмен жастадың ғой. Таңғалып отырмын. Осындай болып кетпесіңдер ме деп отырмын да. Жоқ, енді сұрақ қой деген ғой енді. Зато шындық деген жақсы ғой енді. Өтірік алдап жіберсем қазір, аға әніңіз күшті екен десем де болмайды да. Шындық. Оламай тұр, онша емес пе, онша емес. Түгел жазғанда бір қойып берермін саған. Біткен кезде. Ол әлі шыққан жоқ, иә, бірақ. Жоқ, шыққан жоқ. Бірақ бір дұрыстау керек секілді жаңағы жерін. Қайтпайды екен. Мынау Құрмаш Маханның Жансырым деген әнін менікі деп айтыпсыз. Иә, менің әнім. Шынымен сіздікі ма? 97 жылы жазылған әнім ғой. Қазір қанша жыл болды? 28 жыл болыпты. Кәдімгі Жансырым, ай ауылым деген хит. Айқын бейне таңым ай. Хит қой ол, күшті ән ғой. Сіз оны қалай сіздікі деген ғой ол. Болды солай. Мен сенбей тұрмын кішкене өзіме. Сенсең де сенбесең де сол болып тұр ғой, Талғат. Ондай мықты әнді жазасыз ба деген ғой. Мынандай боймен дейсің ғой. Соған әкелетсің ғой. Мынандай боймен қалай жаздыңыз Жансырымды деп. Былай кеш болып кеткен жоқ па негізі? 11-ден өтсе қазір ұстап алмай ма екен көшеде сізді? Не үшін? Енді 11-ден кейін жаңағыдай. Полициялар ұстап алса, кішкентай бала деп. Бауырым, не айтып тұрсың сен? Атың кім еді? Талғат. Талғат, рахмет, көрмегенім сен болсын. Осы хабарды. Бәрін айтам, Талғат деген жігітке жоламаңдар деп. Неге аға, олай болмайды ғой? Талғатпен сұхбат. Болады. Аға, мынау тағы бір сыйлығыңызды ұмытып кеттіңіз аға. Кетіп қалды ма? Мінекей, құрметті көрермендер, бүгінгі шығарылымыз осымен тәмам. Сау болыңыздар.